Әлемдегі ең қауіпті елдер негізінен Африка және Таяу Шығыс аумағында орналасқан. Ұзақ мерзімді әскери қарсыластық, ішкі билік үшін күрес, террорлық қауіп деңгейі және кейбір басқа да теріс факторлар көп жағдайда бұл елдердің экономикасын лайықты деңгейге өтуге, әлеуметтік теңдікті және өз азаматтарының жағдайын жақсартуға мүмкіндік бермейді. Әлемдегі жетекші талдаушы орталықтардың бірі Экономика және бейбітшілік институтының Жаһандық бейбітшілік индексі 2017 баяндамасы негізінде біз бүгін әлемдегі ең қауіпті 7 елді қарастырамыз. Негізгі көрсеткіштер ретінде қоғамдағы қауіпсіздіктің жалпы деңгейі, милитаризация дәрежесі, ішкі және халықаралық жанжалдар ауқымы. Бастамас бұрын каналымызға жазылып лайк басамыз. Жаңа видеомызды жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басып қойыңыз. Африканың солтүстігінде орналасқан ел бір кездері тұрақты және гүлденген мемлекет болды. Өкінішке орай, бүгін әлемдегі қауіпті елдердің бірі болып саналады. Азаматтық қақтығыстар, шет мемлекеттердің әскери араласуы және үлкен мұнай қорлары үшін күрес Ливияда өмір сүру үшін қолайлы жағдайлар жасамайды. Жергілікті билік экономика мен тәртіпті қайта қалпына келтіру үшін бар күшін салуда. Бірақ көптеген аймақтарында террорлық шабуылдар мен адам ұрлау қаупі өте жоғары. жылы авторитарлық тәртіпті құлатып, саяси қарсыластарды зор қуғынға ұшыратып, түрмеге қамап азаптады. Одан кейін де Сомалидегі жағдай тұрақтанбады. Елдегі тәртіпсіздік пен анархия бүгінгі күнге дейін сақталуда. Тұрғындар аштықтан зардап шегуде. Төмен сауаттылық, антисанитариялық жағдайлар мен қудалау. Терроршылар мен бандиттік топтар жергілікті қалалармен шектелмей, шет елдердің теңіз кемелеріне де шабуылдауын тоқтатпай отыр. Йемен, Азияның оңтүстік-батыс бөлігінде орналасқан. Билік үшін күрес, террорлық топтардың және бандалық топтардың іс-әрекеті Йеменде өмір сүруді өте қиындатады. Жергілікті адамдар азық-түлік, су және медициналық көмекке деген негізгі қажеттіліктерін қанағаттандыра алмайды. Йемендегі адамдарды, соның ішінде шетелдіктерді заңсыз ұстау және ұрлау әлі күнге дейін тоқтамай тұр. Оңтүстік Суданға саяхат жасау өте қауіпті. Ел Африканың солтүстік шығыс бөлігінде орналасқан және теңізге шығу мүмкіндігі жоқ. 2011 жылы референдумда жергілікті тұрғындардың 98% Суданнан шығуға дауыс берді және ұзақ уақыт күткен тәуелсіздікке қол жеткізді. Соған қарамастан, үкімет күштері мен оппозиция арасындағы әскери жанжалдар бейбіт тұрғындардың өліміне, гуманитариялық дағдарысқа келіп, оңтүстік Суданның азық-түлік қауіпсіздігіне нұқсан келтіруде. Америка Құрама Штаттарының Ирактағы әскери іс-қимылдары 2003 жылдан 2011 жыл аралығында жүргізілді. Нәтижесінде бұрынғы үкімет ыдырап, заңнамалық тұрғыда сайлау өткізілді. Бүгінгі күні елдегі шиеленіс деңгейі айтарлықтай төмендеді. Бірақ солтүстік және батыстағы кейбір аудандарын террористер бақылайды. Соларға қарсы батыс елдерінің көмегімен үкіметтік күштер соғысуда. Сондықтан Ирактағы қауіпсіздік жағдайы әлі де белгісіз күйде және кез келген уақытта нашарлауы мүмкін. Ондаған жылдар бойы шет мемлекеттердің қатысуымен Ауғанстанда азаматтық соғыс жүрді.
Қазіргі уақытта ішкі саяси ахуал салыстырмалы түрде тыныш. Орталық билік құрылды. Алайда бүлікшілер тобы шет елдік қарулы күштердің Ауғанстаннан толық шығуын талап етіп отыр. Шетел азаматтары орналасқан қонақ үйлер жиі террористік шабуылға ұшырайды және ел бойынша адам ұрлау қаупі бар. Екі 2017-18 жылдардың әлемдегі ең қауіпті ел Сирия. Бүгінгі күні бұл жерде болу жергілікті тұрғындар мен саяхатшылар үшін өте қауіпті. Көптеген Сирия қалаларының аумағында қару-жарақ пен құрал-саймандарды, соның ішінде артиллерияны, танкілер мен ұшақтарды қолдану арқылы қатал күрес жүруде. Сирияның кейбір аудандары террористік топтардың бақылауында. Түрлі бағалаулар бойынша әскери қақтығыстар басталғаннан бері елде 450 мыңнан астам адам қайтыс болған.